Men Қазақпын деп мақтанамын, ұранға алаш деген атталамын. Сүйгенім Қазақ өмірі, өзім Қазақ, мен неге қазақтықтан сақтанамын. Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар, отырыңыздар. Бүгінгі туралы аңыз, жалпы Қасым Аманжоловтың поэмасын толықтай талдайтын боламыз. Поэма талдамас бұрын сіздердің барлықтарыңызды ортаға шақырам. Жалпы сабағымыз осындай өлеңге қатысты болғандықтан әрбіреуіміз кез келген ақынның бір куплет өлеңін айтып Алаш туы астында күн сөнгенше сөнбейміз. Күмес дүниенің ағында қарасында мыңқ етпейсің, қабылдап аласыңда, қарасымен жаман жоқ таласуға, ей өмірім, зымырап барасың ба? Ойым бар менің ерекше, жақсылық жауып дүниені мынау серетсе, жауыздықтардың, жамандықтардың барлығын көрге алып кетем керексе. Мұқағали Мақатаев, шыда тағы. Шыдам бұнымын өмір ұнатады, үміттің құлан ер құлатаны, әйтеуір бір атады. Мұқағали Мақатаев туған күн. Бүгін менің туған күнім ғой піле. Мына дүние неге жатып тойламай? Банкет жасап берер едім өзім ақ. Тәңірдің бір жаратпай қойғаны. Мұқағали Мақатаев, ғашықпын, шын ғашықпын сол адамға. Абай Құнанбайұлы, өлсем орным қара жерсіз болмай ма? Өткір тіл бір ұялшақ қыз болмай ма? Махаббатқа дауатпен майдан жасқар, қайран менің жүрегім болмай. Шәкәрім Құдайбердіұлы, адамдық борышын халқына еңбек қылар, ақ жолдан айнымай, ақ сақта орнатады. Жақсы. Мен бір қызық адаммын, көзі жүрек, алтыннан алатын көзімі кел. Алақайым білдіртпес тірі адамға, қарапайым пендемін, сезімі жоқ. Қасым Аманжолов, Қазақ. Жақсы, ең алдымен осы тұрған бір жерімізді топқа орнай қойып, екі топқа. Қатырған қағаздар барлықтарыңыз келіп таңдаңыздар. Көрсетпейін ағысынасы? Жоқ, ағасын. Жоқ, артында сан бар ғой. Жақсы, бірінші топта жұмыс түсіндіріп кете қойып, алдарыңызда ең алдымен топта басшы сайлап алыңыздар, өздеріңіз сол басшы. Сабақтың соңында осы топтағы барлық адамға аналитика жасап бағасын беретін болады. Мысалы, мына қағазға мысалы бір қағазда топта үш адам атынан мысалы белсенді белгілі бір тапсырмаға белсенді қатысса, соған лайық қолдарыңызға берген анықтайтын қойып отырсаңыздар болады, ақындасып тұрып. Бір-бірімізге лайық беруге болады, болады. Жақсы, ең алдымен біз Қасым Аманжоловтың өлеңінің шығармашылығын танысайық, иә? Поэзиясының көрнекті өкілі. Қасым Аманжолов, қазақ поэзиясының көрнекті өкілі.
дарынды ақын үздік аудармашы. Ол 1911 жылы Қарағанды облысының Қарқаралы ауданында дүниеге келіп, 1925 жылы 44 жасында қайтыс болды. Әке-шешесінен ерте айырылған ол ағасының тәрбиесінде өсіп, алғаш ауыл мектебінен сауат ашып, кейін 1924 жылы Семейдегі интернатта оқуын жалғастырып, 1927-1930 жылдар аралығында Семей мал дәрігерлік техникумында білім алады. 1930 жылы Алматыда Лениншіл жас газетінде жұмыс істейді. 1931 жылы Оралдағы екпінді құрылыс газетіне қызметке орналасады. Ұлы Отан соғысының басынан майданға араласып, 1946 жылға дейін әскер қатарында болады. Соғыстан оралған соң біраз жылдар әдебиет және өнер қазіргі жұлдыз журналында қызмет атқарады. Алғашқы жыр жинағы 1938 жылы Өмір сыры деген атпен жарық көреді. Бұдан өзге ақынның көзі тірісінде 1948 жылы Дауыл, 1949 жылы Бал бөлек және орыс тілінде Тихий деген жинағы жарық көреді. 1950 жылы Нұрлы дүние кітабы, 1952 жылы таңдамалы шығармалары басылып шығады. Қасым Аманжолов қан майдан, туған жер, достық пен махаббат тақырыбын ерекше екпінмен жырлаған. Ақын ізденістері қазақ поэзиясын түр, сапа жағынан жаңа биікке шығарды. Қаламгердің Ұлы Отан соғысына арнаған мазасыз музыка, қоштасу, Бейсекештің бес ұлы өлеңдері, Құпия қыз, Бикеш, ақын өлімі туралы аңыз поэмалары соғыс қасіретін ашып, ел мен жердің қасиетін танытқан көркем шығармалар ретінде тарихта қалды. Жақсы, сіздердің алдарыңызға поэманың толық мазмұнын бердім. Сол поэманы сіздер 2-3 минуттер толық мазмұнымен оқып. Осы поэма бойынша тапсырмалар орындаймыз. Жақсы. Жалпы Қасым Аманжоловтың шығармашылығы туралы айта кетейік. Жалпы Қасым Аманжоловтың шығармашылығында ең басты тақырыптар қандай тақырыптар болады? Майдан, достық туралы, өзі туралы. Сіздерге берілген болса, ақын өлеңі туралы аңыз поэмасының тарихын танысыздар ма? Ол туралы. Қандай тарихы бар бұл поэма? Кімге арналған? Дулат Жұмағалиев деген ақын. Майданер. 42-ден туған. Ұлы Отан соғысында көрсетті. Жоқ, 42-де қайтыс болып, бірақ шығарма 1943 жылы жазылды сол ақынға. Жалпы бүгінгі шығарманы талдау бастамасы бұрын сабақтың мақсатын таныса алайық. Сабақтың мақсаты. Бүгінгі сабақтың мақсаты әдеби шығарманың сюжеттік композициялық құрылысын талдау арқылы идеялық мазмұнын терең түсіну. Шығармадағы көркемдік тәсілдерді талдау, авторлық пафос, идеалды айқындау. Жақсы. Осы мақсаттарға жету үшін бүгін біз алтын қақпа деген әдісті пайдаланамыз. Яғни белгілі бір әрекеттермен өтіп, белгілі бір әрекеттерді пайдалана отырып, жасай отырып, біз осы бүгінгі сабақтың шешімін шығаратын боламыз. Яғни бүгінгі сабақтың шешімі жаңағы бір мақсаттарға жету болып табылады. Жақсы. Бірінші тапсырма, бірінші топ поэманың тақырыбы туралы, поэма қай кезде суреттелді, қандай кезеңде болды, сол туралы толықтай жазып бересіздер. Екінші топ поэманың идеясын, оны өмірмен байланыстыра отырып жазып бересіздер. Сіздерге 3 минут уақыт беріледі. Нәтижесінде қазақша
Қай кезде болған, қалай жазылған? Очень тяжело. Өте қыстаған кезде. Поэмадан ең бірінші поэма не туралы? Поэма отан, соғыс туралы, отансүйгіштік қасиеттерді көрсетеді. Бұдан кейін поэма соғыс майдан кезінде 1943 жылы нағыз соғыстың андай сондай кезінде жазылған. Және де осы поэма арқылы бізге сол Абдолла деген кісіні бізге көрсетіпті. Және де сол Абдолла арқылы тек Абдолла емес, қаншама сондай азаматтарымыз жерін қорғау үшін отан үшін барлық сол кездегі халықтың сол кездегі осы прототип ретінде Қасым Аманжоловтың өзін Абдолла Жұмағалиевке салыстыруға болады. Себебі Қасым Аманжолов сол кездерде өзі де соғыстың басынан аяғына дейін соғыс кезінде болыпты. Ең басында Шығыс Қазақстан жерінде күзетші болса, кейін соғыс ішіне кірісіп осылай соғыстан болады. Сол себепті Абдолла Жұмағалиевпен өзін салыстыруға болады. Және осы поэманың бізге қаншалықты ыстық екенін мұндағы біздің көкейімізде сақталып қалған тіркестерден байқай аламыз. Ашуын бері арыстанмын, жүрегім бері жолбарыспын деген екі тармақ осы соғысқа аттанған, соғысқа майданға кеткен жігіттердің барлығын жүрегінде ойнаған сөздерді бір өлеңмен жеткізіп тұр. Жаңа тоғжан айтқандай, Абдолла Жұмағалиевтің прототипі өз болыңыз. Өйткені ақын өлімі туралы аңыз етті ғой, ал Қасым Аманжоловтың өзі туралы, өзім туралы дейтін шығармаларда кездеседі. Және Қасым Аманжолов өзі де ақын болған. Және бұл поэмада өлімнің отан үшін болып тұрған айтып тұр да, өлерінің алдында бомба болды жарылып жүрек деп отан үшін соғысып жүрген. Ән айтып
ең соңында типтік образға келетін болсақ, Абдулла Жұмағалиев арқылы сол кездерде қатысқан бүкіл қазақ батырларын көрсетеді. Мысал келтіретін болсақ, 28 панфиловшыны келтіруге болады. Сол Мәскеуді қорғау үшін бүкіл неміс әскерлерін ішке кіргізбеді. Осы арқылы көрсетеді. Одан кейін Жалтырдағы бала деген шығарма бар. Тура осындай. Отан үшін соғыс. Соңына дейін тіпті үй ішінде өртеп жатса да соңына дейін өзінің соң қолын жауға атумен соғысты. Жалпы поэманың беретін әсері осы поэманы оқып болған соң көкейінде патриоттық сезіммен көмейінде жалындатар қазақ деген ән ойнап тұрады. Сол үшін осы поэманың барлық оқырманға, барлық қазаққа оқуға кеңес береміз. Және ең басты құндылығы біз тарихты біле аламыз. Кімнің қандай болғанын. Екінші поэма идеясы туралы. Идеясы бүгінгі күнге байланыс. Поэманың негізгі идеясы Ұлы Отан соғысында ерлікпен қаза тапқан ақынның туралы баяндау, соны жеткізу. Одан кейінгі идея отансүйгіштік. Әрбір қазақтың бойында отанға деген махаббат болу керек, сүйіспеншілік болу керек. Мұнда Абдулла Жұмағалиевтің бойындағы қасиет шамадан тыс көрсетіледі. Себебі өзін жер үшін ешқашан қайтпай, өзін отқа құшып, өзінің жанын құрбан еткен болатын. Және бұл поэманы көптеген ақындар сынға алған болатын. Оның ішінде Тихонов деген кісі бұл дастан қазақ майданындағы ең ірі және інжу маржанға теңелетін дастан деп атаған болатын. Себебі Абдулла деген кісі өзінің қолы жетпейтін затқа ұмтылу арқылы поэманы ерекшелеп көркемдеген болатын. Үшінші идеясы қайтпас қайсарлық, отан үшін отқа түскен кезінде батырының айтқандай тобылғыдай қайсар рухты сол кездегі батыр жауынгерлердің бет бейнесін суреттейміз. Мен сені аламын деген жерлер, поэмада жерлер бар, аламын жоқ алмайсың деп соңында бәрін алғызбай кетті. Бұл да қайтпас қайсарлықтың үлкен белгісі деп білеміз. Және бүгінгі күнмен байланыстырар болсақ, қазіргі соғыстың зардабы, мысалы бүгінгі Ресеймен Украинаның арасында соғыс болып жатыр. Қаншама видеоларды қарайтын болсақ, ақпараттарды қарайтын болсақ, ол жақта соғыс өте ауыр тиіп жатыр. Барлығынан қарапайым халыққа тиеді, соғыс бастайтын басқа қарапайым халық, зардап шегетін қарапайым халық. Яғни ондағы соғыста өте ауыр болған. Және де қазіргі күнмен байланыстырсақ, бұрында өздерінің ел үшін жанын құрбан ететін азаматтар көп болса, қазіргі таңда елінде бір митинг көтеріліс болса, басқа елдерге қашып кету, басқа мемлекетте оқу, басқа мемлекетте тұру деген ауыр қасіреттер бар. Олардан құтылу үшін елін сүю, патриотизм әрбір қазақта немесе әрбір жанда болу керек деп есептейміз. Және осы аталған оқиғалардың белгілі бір элементтері қазіргі осы біздің заманымыздағы бізге ол құндылықтар болып бізге жетті. Және сол ғасырда біздің батырларымыз, аталарымыз, апаларымыз бәрі осы тәуелсіздік үшін, отан үшін күресті ғой. Айтады ғой, білекке сенер заманда ешкімге есе бермедік, білімге сенер заманда қапы қалып жүрмедік деп. Қазір біз білекке сенетін емес, білімге сенетін, яғни біліммен жарысатын заманға келдік. Қазіргі кезде бізде сол біліммен жарысып, отанымызды сүйіп жүрміз. Жастар, өтінген отырғаныңыздар. Топтарға келесі тапсырма, бұл біз поэманың композициясын таңдайтын болады. Бірінші топ, поэмада толықтай сюжеттік композициялық талдау жүргізеді, яғни мазмұны бойынша. Ал екінші топ кейіпкерлердің образымен жұмыс жасайды, яғни кейіпкердің образын аша түсіп, жаңа поэмада берілген кейіпкердің сәл кейіптері бар, сөйлеген сөздері бар, сол туралы толықтай айтып кетеміз. Сіздерге бұл тапсырманы орындауға 4 минут уақыт беріледі.
Birini жазып салсаңыз. Енді айтсаңыз жазбай жатсың. Жақсы, екінші тапсырма бойынша поэманың мазмұны туралы. Жалпы мазмұны туралы алған кезде басталуы ол басында жалпы соғыстың суреттелуі болады. Келесі даму қаһарманның ішкі толғанысы, жан ашуына айналуы, сол жауабына қарай соғысуға кірісу. Ішкі шиеленісуі Абдулла бермегеннен кейін сол жау от жіберді. Шастау шегі Абдулланың күшілігі, шешімі? Шешімі Абдулланың жүрікпен. Ең соңында соңғы болып қалғанша сол жауапкеріне атып, сол өрттің ішінде өлді. Өте жақсы, келесі топ дайын, екінші топ. Екінші топқа берілген тапсырма ол кейіпкерлердің образы, жалпы бұл жерде яғни мына протагонистіміз Абдулла, антагонист жаңа жоқ. Бұл кейіпкердің бойындағы қасиеттердің ең бірінші патриотизмдік себебі, патриоттық сезімнің бұл ісінің барлығының бастауы патриотизмнен шығады деп ойлаймыз. Екіншісі антагонисттің кейіпкер образынан қадалған жерден қана алмай деп алды. Өйткені поэмада айнала жау ырсылдатып айдатардай көтерді бас кеткілесе қызып жанып дүниедегі бір ұлы айтқас деп суреттеледі. Яғни жаудың да қайтпас қатыгездігімен қадалған жерден қана алмастай сұсты жыланның кейпіндегі образы ол басты кейіпкерге деген айбалы екі басты айдатар сияқты көрінеді, суреттеледі поэмада. Протагонистің екінші бір қасиеті намысшылдық, яғни жау қолында өзінің намысын құрбан етіп, жау қолында өлгенше сол отқа оранып азаптанып өлуді дұрыс көреді. Бұл намысшылдығын айқын көрсетеді деп. және де мұндағы қатыгездіктер екеуіне де салса болады, себебі мұндағы антагонист ол өзінің ел үшін шығып жатыр ғой. Біздің Абдуллада өзінің ел үшін жанын беремін деген мақсатта шығып отыр. Екеуінің бойында да қатыгездік бар деп ойлаймыз. Себебі адам өлтіру ол қалай қарасаң да жақсы немен болса да, мақсатпен болса да, елді қорғаймын деген мақсатпен болса да қатыгездік деп санаймыз. және де жүрек жұтқан батырлық. Оған мысал айтатын болсақ, мына жерде тақтатпан деп күлін жауға құшып алып кетті дауыл, республика аспанында осыны шетті дауыл. Тіпті күлінің өзін жаудың аяғын тоқтатпау мақсатында өзінің жанын берген ата-анасының жүрек жұтқан батырлығы. Батырлығына тағы бір мысал, бүкіл жолдастардың барлығы жау қолдан түскен кезде өзі жалғыз бүкіл жауға өзі жалғыз қарыстыратын еді, автомат жаудырып. Бұл да оның батырлығы. Сосын поэманың өлең шумақтары оған дәлел болады. Күллі әлемнің асыл тегі орнына менің кеудем егіп, жау жолына атам сені бомба болды жарылып жүрек дейді. Яғни оның қайтпас қайсарлығы қолындағы қаруында емес, бойындағы жүрегінде. Және намысшылдығы ол қазақтың бойында да бар. Мысалға, жаудың қолынан емес, туған елді қорғап өлең қорғап қайтыс болу. Оған мысал және оның осы бір мақсаты орындалды деп ойлаймын. Жоғал жауым, кел бері елім,
Қош бол достар. Соңғы сөз ретінде былай айтатындай тізеге тұрып құл болғанша тіке тұру деген ұмтылды жау ондап жүздеп тойтарам деп ердің сағын тұтқын етіп аламыз деп. Бұл өлең жолдарында Абдолланы жаумен өліспей беріспей тұтқындыққа берілмей, керісінше оны намысқа жеңдіріп, тұтқын болсам басқа ел маған не дейді деген ойда болып, ол елін қорғаумен өзінің өмірін сол жерде аяқтайды. Жақсы. Жақсы орындағансыздар. Біз осылайша екі тапсырманы аяқтадық. Екі тапсырмада өте керемет топтық жұмыстар жасалды. Дегенмен де біз бүгін жаңағы бәсекелестіктің сәл ұшқынын шығармақшы болып, үшінші тапсырманы сайыс сауал ретінде өткізейік, екі топ арасында. Жалпы осы поэмада кездесетін көркемдік тәсілдердің түрлері тақырыптарға шығып, тест түрінде екі топ болып жарысып отырып шешеміз. Екі топтан бір-бір қақпаққа кіре отырмыз, бір-бір соқтармен ғана. Жалпы көркемдік тәсілдерді шешетін боламыз. яғни сендер өздеріне халық қылатын өздеріңіз Алаш қайсы топ? Бірінші топ алаш, екінші топ. Бұл жерде ең бастысы уақыт, сондықтан сұрақтарға тезде жауап беруге келесі сұрақ. Өзі оқ атылғандай. Жақсы. Үшінші сұрақ. Жайлап қанын тартып сырмай, сыр шерте тұзын қарағай. Бұл жерде уақыт ерекше. Төртінші сұрақ. Қанды пышақ жауыздырғышы. Бесінші сұрақ. Қанатын бері қуанышын, ашуын бері арыстанын, жүрегін бір жауып арыстың. Первый. Асыр едіп. Жақсы, келесі сұрақ. Қойып айды қарауылға, күнде шомды ұлы ұлтыға. Қойды айды қарауылға, күнде шомды ұлы Қойып. Қойып айды қарауылға. Арман. Қандай? Соңғы қайтамын. Бір сіздің өлеңнің басында. Соңғы сұрақ. Серпі мойын сілкіп, бойын тұрды атып, қара бөртке. Қалықты қатып, салып зейін, таңдай бір суретке.
왜 먹었어? Жақсы, бұл жерде бұның соңында алғашқы болып иеленді. Құттықтаймыз. Жақсы, олай болса, бүгінгі сабақтарымызды аяқтайық. Ері байланып. Ең алдымен топ басшылары жаңа сіздерге берген тапсырма бойынша бүгінгі сабақтың бағалап кетіңіздер. Оқушыларымызды ауызша айтып кетсеңіздер болады. Бәрін аяққа берсек болады ма? Иә, аяққа да берсеңдер болады, өздерінің араларыңызда. Жалпы кері байланыс беретін болсам, бүгінгі сабақты өз әсерімен, қылған әсерімен берген біздің алған білімімізбен ерекше болды. Өйткені Қасым Аманжоловтың өмірмен шығармашылығымен таныса отыра өзімізге өмірге керек жақсы мақалетіндермен өзімізге сөзде қолданатын тарихтан бір мағлұматтар алып қалдық. Енді бүгінгі сабаққа қатысу белсенділігінің барлығын жоғары болды деп ойлаймын. Өзіміздің топтан бастайтын болсақ, бізде біздің топта алға сүйреуші, соны дамытушы, топта өз көбеге тиген қожаңдардың 4 үлпіл беріп, кімге Айдана өзінің жақсылығынан көрсетті. Өйткені оның маған белсене қатысқаны қатты мақталды. Мен 3 үлпіл беріп, Ерәлиевтің орнында болған соң 1 үлпіл беріп, Кәусарға мен 2 үлпіл беріп, өйткені Кәусар бүгін тағы ол да жақсы қатысты. Жалпы өзіміз топ болып жақсы қатыстық деп ойлаймын. Ал көрші өзіміз қарсыласып болған топтан ағым болсақ, өзіміз елдің ойларымен Ермәлиев көзге түсті. Ермәлиевге мен 2 үлпіл беріп, және Шыңғысқа 2 үлпіл беріп, Айжанға 1 үлпіл беріп. Өте жақсы. Мен өзім тобындағыларды бағалап кететін болсам, бүгін сабаққа белсене қатысқан Ермәдиге Шыңғысқа белсене қатысты деп ойлаймын. Ермәдиге 5 үлпіл беріп, Шыңғысқа 5-еу, 4-еу, Шыңғысқа 4-еу беріп, өйткені Шыңғысқа бір ойланып істейтін сияқты. Биязға 3-еу беріп, өйткені жазып отырғансыз болсам биязы. Ақырке мен Мирас бүгін енжарма, солай қатысқан сияқты, сол үшін оларға 2 үлпілден. Бергім келіп еді, бірақ біздің үлпіліміз өзімізден артылмай қалды. Бүгінгі сабақтың шешімін еттік деп ойлаймын. Сабаққа белсене қатысқандарыңызға көп рахмет. Сабақ аяқталды. Сау болыңыз.